достар, бүгін жай ғана рецепт емес, күріш кашасын осы мультиварка Redmond пен термомиксте дайындап, салыстырып көрсек деймін. Егер де видео қызық болса, онда аяғына дейін көріңіз. Себебі менің кезімде ондай салыстырып көретін видео болмады. Ал кеттік. Термомикс немістің мультикомбайны мен Redmond мультиваркасы каша деп тереміз. Әрине, екеуі салыстыруға келмейді, себебі термомикс бұл универсальный комбайн. Бұның ішінде диірмен сияқты біз пайдалансақ болады. Ұнды жасап, және де смузи жасауға болады. Кез келген шөпті барлығын блендер ретінде смузи жасап береді. Ал мультиварка ол ыстық сорпаларды жасауға, холодец жасауға өте ыңғайлы. Бірінші су құямыз. Су құймастан бұрын ең бірінші мен күрішті өлшеп алғым келіп тұр. Себебі мультиваркада өлшеу функциясы жоқ. Бізге 200 грамм күріш қажет болады. Осылай тамақты жасап отырып, термомиксте өлшей аласыз. Ыңғайлы ма? Енді күрішті былай алып қоя тұрайық. Су құямыз. Көп рецепттерде тек қана сүтті сұрайды, бірақ ол тек қана балаларға пайдалы, ал ересектерге 50-50 сумен араласқан абзал болады. Күрішті сұрап тұр, мен күрішті жуып жіберейін. Күрішті әппақ болғанша дейін су ағарғанға дейін жуамыз. Әрі қарай термомикс бізге крышкасын жап кепті. Және де үстіне бус себетін қой дейді. Әрі қарай 15 минут екінші жылдамдықта қайнат дейді. Енді осы уақытта мультиваркаға барайық. Мультиваркада енді қарап отқандарыңыздай рецепт ішіне кірмеген, сондықтан біз кітабы, міндетті түрде кітабы бірге жүру керек. Кітабы болмаса дайындау қиын. Ал қараңыздар, мүмкін ютубта бар рецепттер. Бұл да 100 грамм бірінші күріш сұрап тұр. 650 грамм сүт сұрап тұр, бірақ біз сумен араластырғанымыз дұрыс. Сүт құямыз. Рецепті бойынша күріш пен сүтті құйып, рецепті жабамыз. Және де мына жерде каша, молочная каша рецептісінен 45 минутты қоямыз. Қосылады. Кашамыз буланып пісіп жатыр. Сүтіміз тасып кетпеу үшін үстіне бу себетін қоямыз. Және де бізде 8 минут қалыпты дайын болуына. Уже жартысы дайын болды. Енді сүт сұрап тұр. Мультиваркадағы каша әлі қайнап жатыр. Термомиксте бірден тұз бен қантты бірден сұрап жатыр. Мына бәрін салдық. Тұз, қант. Енді крышкасын салып, әрі қарай дайындаймыз. Ал мультиваркадағы рецепті әлі жарты сағат қалыпты. Ал рецепт дайын болам дегенше, шамалы салыстырып әңгімелесе тұрайық. Не байқадыңыздар? Біріншіден, мультиваркада таразы жоқ. Таразы кірмеген. Екіншіден, рецепт кірмеген. Яғни ылғи кітапқа қарап отыруымыз керек. Және де дайындалу уақыты. Ол өте маңызды. Қазіргі заманда уақыт қой тапшы. Ол термомиксте бар болғаны 25 минут. Бірінші біз 15 минут дайындадық. Одан кейін тағы да қосымша сүтті қосып 10 минут, 25 минут дайындалса, мультиваркада 45 минут. Яғни 2 есе көп. Достар, осындай рубриканы жалғастырсам қалай ойлайсыздар? Яғни тек қана каша емес, басқа да ыстық тамақтарды термомиксте, мультиваркада салыстырмалы түрде дайындау. Мысалға борщ тағы басқа. Комментарийде жаза кетсеңіздер. Кашамыз дайын болды термомиксте. Кейін осылай шыққан. Енді бұны дәндермен, маймен қазір сәндеп жіберейік. Примерно осындай консистенция. Бұл 100 грамм күріштен шыққаны. Сармай салып жіберейік. Таңғы уақытта сармай өте пайдалы, бірақ оның сапасы да жоғары болу керек. Және де дәндермен, менде үйде фисташка дәні болды. Және де жеміс-жидек, банан, клубника кез келген. Егер жеміс-жидек қоссаңыз, онда қантын алыс қылсақ болады, өйткені оның құрамында глюкоза, фруктоза бар. Мына осындай консистенция шықты. Қалай сіздерге? Мультиваркада кашамыз әлі дайындалып жатыр. 10 минуттай уақыт қалды. Бізде әлі 7 минут бар екен. Кашамыз дайын болам дегенше мультиваркада. Біз сол уақытта мен
картошка жасап тастағым келіп тұр. 7 минут өте көп уақыт термомикспен тураймыз. Лейс картошкасы балдарға. Кашыға еш қатысы жоқ, бірақ тіске басар ретінде балдарға дайындағым келіп тұр. Орнатып алдық. Болды. Небәрі 2 картошкаға бізде 6 секунд уақыт кетті. Мына не шықты сіздерге көрсетіп жіберейін. Енді осы картошканы 5 минут қуырып алам. Как раз бізде сондай уақыт бар. Тек қана тұз салып, специя салсақ. Осы уақытта термомиксте жаңа туралған термомикс катер насадкасы көмегімен картофель лейста дайын болды. Бұндай картошканы қорықпай жей берсе болады, себебі ол свежий, да, лейстан гөрі. Картошкада де витамин көп, әсіресе сезонына қарай. Редмондтағы кашымыз да дайын болды. Мына қараңыздар. Редмондтың бір плюсы бар екен, ол дайындап болғаннан кейін отложенный старт деген бар, ыстық болып сақтап тұрады екен. Редмондта байқасаңыздар, сәл сұйықтау екен. Бұлай да ұнайды маған жақсы. Және де порциясы көп болып тұрма. Хотя дәл сол пропорция мультиваркада естеріңізде болса, біз тұз бен қант салған жоқпыз, оны ең соңында салады екен. Яғни өлшеніп рецептіға кірмеген, тек өз қалауыңызша саласыз. Енді жақсылап араластырайық. Және де дайындап қойған ыдысымызға салып безендірейік. Міне бізде толық бір кесе болды. Және де артылды. Майды салайық. Мінекей, 2 кашымыз екеуі де дайын болды. Достар, енді комментарийде күтемін. Қайсы кашының консистенциясы ұнады? Термомиксте дайындалғанда әлде мультиваркада?